Саламатсыздар ма? Бүгін физиканың жарық құбылыстары бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Оқу мақсаты күннің және айдың тұтылуын графикалық бейнелеу. Жарық құбылыстарын қарастыратын физиканың бөлімі оптика деп аталады. Жарық ұғымына анықтама бере кетейік. Жарық бұл адамда көру сезімін пайда болдыратын электромагниттік толқындар. Жарық бос кеңістікте жан-жағына бірдей 300 000 км жылдамдықпен тарайтын электромагниттік өріс түріндегі айрықша толқын. Мысалы, суреттегі гүл күндізгі жарықта көзімізге көрінеді. Бірақ біз гүлге түскен жарықты көріп тұрмыз. Гүл өзіне түскен жарықты шағылдырып тұр. Егер сол гүлді қараңғы бөлмеге қойсақ, оны көрер ме едік? Әрине көре алмаушы едік. Жарық құбылыстарының негізгі ұғымдарының бірі жарық көздері. Жарық көздері деп өзінің бойынан жарық сәулесін шығаратын денені айтамыз. Жарық көздері дербес жарық көздері және шағылдыратын жарық көздері болып бөлінеді. Дербес жарық көздері өздерінен жарық шығарады, ал шағылған жарық көздері өзіне түскен жарықты қоршаған ортаға шағылдырады. Дербес жарық көздері жылулық жарық көздері, люминесценциялық жарық көздері, плазмалық жарық көздері болып бөлінеді. Жылулық жарық көздеріне күн, от, жұлдыз, электр шамы, май шам жатады. Люминесценциялық жарық көздеріне теледидар экраны, судың терең қабаттарында жүзетін балықтар, жарық қоңыздары, тамыр шірінділері, люминесценциялық шамдар, радиоактивті заттар жатады. Плазмалық жарық көздеріне лазерлер, кварц шамдары, электр тоғын өткізетін газдар, солтүстік шоула, жарнамалық түтікшелер жатады. Жарықтың түзу сызықты таралу заңын тұжырымдайтын болсақ, жарық біртекті мөлдір ортада түзу сызық бойымен таралады. Оған мысал ретінде көлеңкенің пайда болуын алуға болады. Осы заңның дұрыстығына ашық күнгі әртүрлі мөлдір емес денелердің көлеңкелері де мысал бола алады. Мысалы, адамдардың, ағаштардың, ғимараттардың тағы сол сияқты суретте көрінген құмыраның да экрандағы көлеңкесі осы заңға мысал бола алады. Жарықтың түзу бойымен тарайтындығының нақты дәлелі өткен ғасырдың екінші жартысында ашылған ұлы жаңалықтарының бірі лазер сәулелері болып табылады. Екінші суретте. Жарықтың түзу сызық таралу заңына байланысты жарық сәулесі және жарық шоғы деген ұғымдар қалыптасты. Жарық сәулесі деп жарық көзінен энергия тарайтын бағытты көрсететін түзу сызық. Ал жарық шоғы деп кеңістіктің шектелген аймағында тарайтын жарық сәулелерінің жиынын айтады. Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы жарық шоқтары ортада бір-бірінен тәуелсіз таралады деп тұжырымдалады. Жарық шоғының 3 түрі бар: шашыратылған, жинақталған және суреттегідей параллель. Жарық сәулелері мен шоқтарының түзу сызықты таралу заңына және өзара тәуелсіздік заңына сүйеніп, көлеңке және шала көлеңке ұғымдарын, физикалық мағыналарын былай аша аламыз. Білім-ленд ресурстарына назар аударайық. Нысан жанындағы толық көлеңкелік аумақ кез келген жарық көзінен шыққан сәуле заттың арғы бетіне өте алмағанда пайда болады. Бұл бөгеттің артында орналасқан экраннан мөлдір емес заттың пішінін көре аламыз. Нысан мен экранның арақашықтығын өзгерткен кезде көлеңке өлшемінің өзгергенін байқаймыз. Ал нысанды экранға жақындататын болсақ, оның көлеңкесі кішірейеді. Егер нысанға бір уақытта қатарынан бірнеше жарық көзімен жарық түсірсек, онда көлеңкеге қоса жартылай көлеңке пайда болғанын байқаймыз. Жарық көздерінен шыққан сәулелердің ешқайсысы жете алмайтын аумақта көлеңке пайда болады. Тек бір ғана жарық көзінен шыққан сәуле түскен аумақта жартылай көлеңке байқалады. Сонымен экранның жарықталмаған бөлігі көлеңке деп, ал жартылай жарықталған бөлігі шала көлеңке деп аталады. Жарықтың түзу сызықты таралуының дәлелі ретінде күн мен айдың тұтылуында алуға болады. Күннің тұтылуын қарастыра кетейік. Егер ай өзінің жерді айнала қозғалысында жер мен күн арасына келіп қалғанда,
жер бетінде пайда болған бір толық көлеңкесі мен екі шала көлеңкесін көреміз. Мына жерде толық көлеңке, ал мына жерде екі шала көлеңкеден үлкен шала көлеңкелер көрініп тұр. Күннің тұтылуы байқалмайтын да тұстары бар. Суретте анық көрсетілген. Бұл күннің тұтылуы толық көлеңке түскен аймақ тұрғындары күннің толық тұтылғанын көре алады. Жаңағы толық тұтылу жер. Өйткені ай бұл аймақта күн бетін толық көлегейлеп жабады. Ал шала көлеңке түскен аймақтардың тұрғындары күннің жоғарғы шетін ғана немесе төменгі шетін ғана, яғни жартылай тұтылғанын көреді. Күн тұтылу жердің әр нүктесінде әр түрлі уақытта басталады. Бұл айдың батыстан шығысқа қарай 1 км/сек. Жылдамдықпен қозғалғаннан болады. Толық тұтылу 2-3 минут болады, ал тұтылудың ұзақтығы 8 минуттан аспайды. Күн тұтылу жерде 1,5 жылда бір рет байқалатын және бір жерде тұтылу 200-300 жылдан кейін қайталанатын сирек құбылыс. Айдың тұтылуына тоқтала кетсек. Айдың тұтылуы ай жердің көлеңкесінің аймағына енгенде басталады. Бұл құбылыс тек айдың толған кезінде, яғни айдың аспанның күнге қарсы нүктесі маңайында болғанда байқалады. Ай жердің көлеңкесіне бірінші болып айдың сол жақ шеті кіреді. Жердің толық көлеңкесіне енсе, айдың толық тұтылуы болады. Егер ол көлеңке шетін жанап өтсе, тұтылу жартылай болады. Айдың толық тұтылуы 1 сағат 40 минутқа созылады. Жердің барлық нүктесі үшін ол бірдей уақытта өтеді. Назарларыңызға тақырып бойынша сұрақтар ұсынамын. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы қалай тұжырымдалады? Оны қандай құбылыстар дәлелдейді? Сынып бөлмелерінде жарық оқушының қай жағынан түсіру керек? Күннің толық және жартылай тұтылуын қалай түсіндіруге болады? Ал айдың тұтылуын ше? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Келесі тапсырма. Жарықтың түзу сызық таралу заңын ескере отырып, осы бірінші тапсырманы орындауларыңыз керек. Жарық көзінен шыққан сәуленің көлеңкесі қай нүкте арасында орналасады? Яғни осы жарық көзінің, яғни объекттің көлеңкесін табуларыңыз керек. Келесі тапсырмада сіздерге 6 сұрақтан тұратын тест жұмысын ұсынамын. Сабақ бойынша өздеріңіз рефлексия жасайсыздар. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет. Назарларыңызға рахмет.